Ассалаумағалейкум достар. Машина бензинде от алмайды, газде ғана от алады. Оның ауруымен 6 ай күресіп, мен бүгін таптым. Оның ауруы ә, бензиннің форсункалары бар ғой. Сол форсунканың тоқтары еріп бір-біріне жабысып қалған. Қызған ғой, былайша айтқанда. Ол ең алдымен былай болған. Ол жерге газды орнатқан адамдар бензиннің форсункасының жанында негізі места аз, ол жерге көп нәрсе сыймайды. Сол жерге газдың да форсункасын қойып тастаған ғой. Сөйтіп ол енді иногда шешіп салуға өте ыңғайсыз болғандықтан ананы тоқты тартып тұрады да, итеріп ше. И анау қызады, ана жер тартылады, қызады, и сол жерде бірін-біріне жабысып қалған тоқтары. 6 ай күрестім осымен, бар ғой. Ана газовщикке барасың, ол айтады, бұл бұл газдан емес, бұл проблема дейді. Сосын бензин жөндейтін адамға алып барасың, бұл барады да форсунка тазалайды, бензин насос ауыстыр дейді, анау мынау, бәрін істейсің. Самом конце ол емес болып шығады. Осындай. Сөйтіп проблема содан болып шықты, достар. Сондықтан видео пайдалы болса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздер осы видеоны қолдап кетсеңіздер, жаңағы форсункадан да бөлек проблемалар газдікі болады. Мен сол жөнінде тағы роликтер түсірем. Сол рубрика роликтер қызық болса, қолдап кетіңіздер. Көп рахмет.